Сен қорқпайсың. Біреу саған айтпайды. Сен кім едің келген кезде, кім болдың? Сен мен қол астында жүріп осындай болдым деген сөзден ары жүру үшін өзім ұмтылдым, өзім жұмыс істедім. Көріп тұрсыздар, Аллаға шүкір ешкімнен кем емеспін, бәрібір жақсы. Бірақ айтатын достарға, мен қатарлы адамдарға, қолдарыңда уақыт бар кезде аналарыңды сыйлаңдар. Айта алмаған сөздерің болса, айтыңдар. Тойып исін искеңдер. Себебі бұның бәрі уақытынша. Бұл өмірде бәр нәрсенің уақыт. Сосын кеш болады. Әлге дейін мысалы өзім былай достарым бар, үйіне қонаққа шақырады, барып қалам. Үлкен болса да достарымның анасы баласын еркелеген кезде менің жүрегім бір түрлі болады. Қызғаныш. Бірақ жаман қызғаныш емес. Әттеген-ай деген. Әттеген-ай. Неге? Неге бізді осылай Алла сынайды? Не үшін?